болмасқа. Печатымды да солай алдым. Мен неге қыран болмасқа? Осы 46-48 жасыма дейін осы қараған баланы сүйрелеп бақтым ғой. Қаншама адаммен тіл табыстым, енеммен тіл табыстым. Өзім төркінім тұнау Ақтөбеде, қасымда ешкім жоқ, еріп келген жолдасым жоқ, мысалы өмірден өтіп кетті. Соның барлығын жеңіп, мен осы уақытқа дейін осыншама табысты тауып, осыншама мүмкіндікті балдарыма беріп келгенде, неге енді мен мынаны жасай алмасқа? Неге мен қыран болмасқа деген менде үлкен ой болды. Себебі маған менің спонсорым әуелде айтты, апай деді, адам баласы деді, өзінің ішіндегі қасиетті білмейді деді. Ол қасиетті адам жасағанда біледі, жасағанда ол қасиет оянады деді Назылхан ау. Сен өзіңнің ішіндегі керемет жақсы қасиетті өзің білмейсің. Сен жайлап отырып қара адамдарды жайлап тарта аласың. Көрдің бе? Ол қасиет сенде бар. Соны сен бағалап пайдалануың керек. Ол мекеннің қасиеті сөйлеп, айтып, адамдарға мотивацияны беріп, шақшылық етіп, бүйтіп жүру, оның бойындағы қасиет. Соны пайдаланып адамдарды алады. Көрдің бе? Әр адамның әртүрлі. Ал Гүлжан болса, жайлап отырып, адамдарды сылаңдап, деп ыңылдап отырып, бәрін кеп, алып отыр ғой. Бір ай, екі айдың ішінде директор болып шыға келді. Сондықтан әр адамның бойында бір жақсы қасиет бар. Мысалы, Ағияның басында мен ойлаған жоқпын, нағылар екен осы Ағия деп те, жайлап шақырып жүрдім. Бұл кісінің бойында психологически күшті адамдар дайындайтын психологтық қасиеті бар. Өзі тума сондай қасиеті бар. Сонда әр адамның бойында өзіндік ерекше қасиеті бар. Сол мына жерге келгенде жайлап боянады қыздар. Соны біліп алғаннан кейін тек сол уақытпен жасай беру керек. Сосын сетевой маркетингтің бір ерекшелігі, манағы әркімнің бойындағы қасиет бірігеді ғой. Сол бірігіп, адамдарға бірігіп сабақ өткізген кезде, мына келіп отырған адам менен емес мотивацияны сенен алуы мүмкін. Сонда сен де сөйлеуің керек. Сен де сөйлеуің керек, да? Сен білмейсің. Мына келіп отырған халықтың кімнен мотивация алатынын білмейсің. Ол адам әртүрлі ғой. Меніменен Ағиядан алмай, мына бала басқа біреуден мотивация өсіп кетуі мүмкін. Мысалы мен бизнесті айта береді, 50 ал, манағы оқыту бірде. 6 ай дегенде әзер түсіндім, бөтен біреудің айтқан әңгімесінен түсіндім ғой. Бір күні біреу сабақ өтіп тұр бүйтіп, алтан, мынаны айтады, маркетингті айтады, күнде айтылады. Жазып алам, күнде жазып алам. Бірақ түсінбеймін, аяқпен жасап жүрмін. 6 ай дегенде дәл осыны біреу айтты. Сол кезде мен анағын түсініп қалдым да. Спонсорыма жүгіріп келдім. Баяғыдан бері неге айтпайсың мынаны десем. Апай, оны күнде айтып жатырмыз. Сіздің оянған күніңіз 6 айда деді ғой. Міне енді ояндыңыз дейді. Сонда қыздар тыңдай беру керек екен. Мен сияқты болып тұру. Көре беру керек екен. Түртіп жаза беру керек екен. Мысалы, мұғалімдер, мысалы, сіз мұғалімсіз ғой, сабақты адамда балаға айтатында дайындалып жазасыз. Соткымен түсіріп алмайтын шығарсыз. Жазып дайындаласыз да дәптерге. Қалай неғұрлым жазып дайындалсаңыз, соғұрлым балаға жақсы жеткізесіз. Мен де мұғалім болдым, білем ғой. Неғұрлым сен дайындалсаң, соғұрлым жақсы жетеді. Мына жерде дәл солай қыздар. Егер сен айтатын әңгімеңді, ертеңгі айтатын әңгімеңді дәптерге жазып, мынаны айтам, жазып алсаң, өте күшті айтасың. Ал дайындалмай, алдындағы әңгімені айта саламын десем, онда бұрынғы айтылып жүрген зат басқа, бүгінгі айтылып жүрген зат басқа болып, өзгеше болып шығады. Сондықтан күнделікті мақсатың жаз, күнделікті планың жаз деп, мұғалімдерге күнделікті сондай тапсырма береді. Былтырғы жарамайды, биыл қайттан дайындалу керек. Сонда ғана дұрыс болады. Былтырғы өткізген тәрбие сағатыңды дайындалмай, биыл тәрбие сағатын өткізе алмайсың. Мен өзім тәрбие сағатын өте жақсы көріп, күшті дайындалатын едім. Оқушыға биыл басқаша жеткіздім, былтыр басқаша жеткіздім. Оның көрнекілігі басқа болады. Неғұрлым дайындалу керек. Сондықтан қыздар, бизнесті жасағыларың келе ме? Дайындалып кетіп, сөйлеп, айту керек. Не айтатын болсаң да, бір товар айтсаң да айту керек. Инвестор деген мынау. Инвестор деген, қазір бізде инвестор көбейіп жатыр. Қытайдан келіп жатыр, Италиядан келіп жатыр, тағы жан-жақ басқа жақтардан келіп жатыр. Олар қалтасында ақшасы көбі адамдар біздің мұнайымызды, басқа нәрселерімізді сатып алып, өздері өндіріп, көп процентін алып кетіп жатыр. Қалған
құттайын бізге тастап жатыр. Бұл жерде 80% пайда көреді, 20% қана шығын болады. Инвестор болсаңдар. Инвестор деген ақшасы айналымға айналып кетті, сол ақша жұмыс жасап жатыр деген сөз. Олар өздері келмейді, миллионерлер өздері отырады елінде, тек ақшасын жібереді. Жұмысшыларымен ақшасын жібереді. Болды. Инвестор болуларыңыз келсе, әуелі бизнесмен болу керек. Бірден адам инвестор бола алмайды. Инвестор ақшасын жұмыс жасататын адам. Ал бизнес жасайтын адам, егер дұрыстап жасаса, обязательно инвестор болады. Мына жерден сам себеден, я болмаса рабочийдан сен инвестор бола алмайсың. Бұны мен емес, жаңағы кереметтердің бәрі дәлелдеп айтып кеткен. Мына жерде, екі жерде ақша саған плюс болады. Енді біздер мына бизнеске келдік қой, бастап жатырмыз ғой. Біздер болашақтың ақшасын жасап жатырмыз, қыздар. Егер сен затты бүгін сатып жіберсең, ол бүгінгінің ақшасы. Мысалы, мынаны саттың, үстінен 200 теңге көрдің, ол бүгінгінің ақшасы қалтаңа түсті, қазір жоқ болатын ақша. Ал сен артыңа команда құрып, үлкен команданы құрып, сол командаға директор болатын болсаң, онда сен болашақтың ақшасын құрдың. Ол бизнесті балаңа дарит ете аласың. Мен өзімнің бизнесімді олай-бұлай болып кетсем, балама автоматически газ береді. Әрі қарай балдар жалғастыра береді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мен мына баламды жібермей қасыма ұстап жүрмін. Кім біліп жатыр, адам шайтан емес. Любой момент мен олай-бұлай болып кетуім мүмкін. Мен постоянно айтып отырамын, ақшам мін жерде, анау ән жерде, мен мін жердемін, бизнес ән жерде деп. Көрдіңіз бе, Назылхан? Сіздің бизнесіңіз жүре береді, оны ешкім тартып ала алмайды. Ертең директор, артыңнан директор шығады. Сол кезде саған авторский доход түседі, каждый директорден түсіп тұрады. Ол бизнес сен балаңа ертең дәстүріне алып кетесің. Соны жасайтын сен артыңнан адам керек. Қызың жасап жатыр. Соған дарит етесің ба? Ұлыңа дарит етесің ба? Оны сен өзің білесің. Бұл құламайтын бизнес. Бұны ешкім тартып ала алмайды. Ол магазин емес өртеп жіберетін. Мына магазин өртенеді ғой сам себебі. Мынаны ешкім өртей алмайды. Главное, сен соны құрып білуің керек. Басында қиын әрине. Басында қиын ғой. Шыдау керек, сабырлық керек, күш керек, шыдам, ең бірінші шыдамдылық. Шыдамдылық адам арасындағы отношение. Ең бірінші адамдар арасындағы отношение. Адамдар әртүрлі мінезді болады, қыздар. Бала да сондай, үлкен адам баладан қиын болады. Бала жақсы алдасам қоя қояды. Үлкен адам не алдағанға көнбейді. Сондықтан сен оларменен әр адамның өз тілінде сөйлесуің керек. Жайлап талай адамдар келіп жатыр осы жерде. Нервіңді құртып талқанын шығарып кететін адамдар бар. Біреулер бар, сенің настроениеңді көтеріп, сіз біздесіп кететін адамдар бар. Өзіңнің жақсы көретін адамдар, постоянно сені іздеп тек саған келетін адамдар болады. Мысалы, қазір қыздар келіп жатыр ғой, сара деп айқайлап, бізді вообще көрмейді. Ағы екеуміз қалқиып отырмыз. Бізді көрмейді сараны. Менің адамдар ма? Иә. Себебі ол кісіге үйренді. Сараң айтқаны оларға ұнады. Значит, ол сараның адамы. Ұлмекеннің адамдар келіп, ұлмекенді іздеп. Бейт, жылқын адам тыңдамайды. Сол, ол қандай керемет, қандай күшті да былай қарағанда. Жақсы ғой, иә? Мысалы, сенің адамың сені іздеп келсе, ол бір мәртебе, қыздар. Солай мәртебелерің өсе берсін. Бұл бизнес сендердің мәртебелеріңді өсіреді. Директор боласыңдар, бриллиант директор боласыңдар, мен сияқты, национальный директор боласыңдар, сахнаға шығасыңдар, керемет тұнау Москваның сахнасында гүл алып жатсаңдар. Қырғын осының арасында тұрсаңдар, қандай керемет. Менің арманым сол еді. Маңдай қырғын қалыптың алдында тұрып, сөз сөйлеп, сөйтіп тұрсам, сондай статусқа шықсам, бриллиант директор болсам, маған бүйтіп гүл беріп жатса деп мен армандадым. Сол арманыма жеттім мен. Міне 2014 жылы. Мына премияны әкеліп, ТОФ Қазақстан директорының өзі әкеліп тапсырды. Сол жерде қырғын халық, полный зал, театрдың іші. Сөйтіп құттықтады мен. Мен арманыма жеттім деп ойладым сол кезде. Болды, енді жарайды деп. Оказывается, оның жоғары жағында да статустар бар екен. Оны мен арманыма тым жазбаған екен. Сондықтан жазып қою керек, Назылхан. Не керек? Қандай статусқа шыққың келеді? Қаншама көлемде сізге табыс керек? Үй алғың келе ме? Машина алғың келе ме? Соның бәрін жазу керек екен ғой.
мынандай плакатты заказ алуға болады компаниядан. Новый шығады енді. Жазылып Плакат деп плакат. жазған ішінде Иә. шығады. Шығады енді новыйдан. Иә. Сосын тағы бір мен ой ойлап жатырмын. Мынаны Жайсанбек мынандай қаттылау қағазға шығару керек. Маркетинг план бір жағына, мына нені бір жағына адамдарға бүйтіп көрсете қоятын шығару керек та. Әр адамның қолында біреу жүру керек. Бұрында басында біз сөйтіп жүретін едік. Иә. Қазір мына сотка деген бәле шықты, тек жырқ еткізіп түсіріп алады, жазбайды ешкім. Ол ертең жоқ болып кетеді, кетіріп тастайды. Сонда түк пайда жоқ та одан. Сотканың бір жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Иә. Қағазға түспеген нәрсені еш уақытта сіз келесі адамға айта алмайсыздар. Сонысы қиын. Обязательно қағазға түсу керек. Енді мен